Әр бір адамға 25 000 доллардан таратып беріңдер. Егер де барлық адамдардың жағдайын теңестіріп, әр бір адамға 25 000 доллардан таратып берген жағдайда, 5 жылдың аралығында қазіргі бай тұратын адамдардың көбісі қайтадан байып алады. Ал керісінше қазір ақшасы жоқ адамдар қайтадан кедей болатынына мен 100% сенімдімін. Егер де сен кедей болсаң, сен 1 миллион доллар өміріңнің соңына дейін жетеді деп ойлайсың. Алайда, уақыт өте артық ақша болмайтынына көзің жетеді. Көп адам менің жетістігімнің құпиясын ашуды сұрайды. Ешқандай да құпия жоқ. Мен тек бизнес жоспарымды 1500 адамға көрсеттім. 900 адам жоқ деп жауап берді. 300 адам қызығушылық танытты. 85 адам қолдау көрсетті. 30 адам жақсы көмек көрсетті. 11 адамның арқасында мультимиллиардер болдым. Сондықтан менің айтарым, үлкен мақсат қойып, соған қарай ісіңізді тоқтатпаңыз. Сонда жетістікке міндетті түрде жетесіз. Ойланып көріңіз, бір жұмыстың жалақысына қарап отыру, ол шелектеп су тасығанмен бірдей. Ал бірнеше пайда көзі саған ақша алып келетін су құбырымен бірдей. Кейбір адамдар маған осындай сұрақтар қояды. Біреуге жұмыс жасауды тоқтатып, өз кәсібіңді қай уақытта бастау қажет? Сонда менің берер жауабым мынандай. Егер де сенің пассивті пайдаң айлық шығындарыңды жабатын болса, егер де резервті фондың болып, ол жылдық шығындарыңды жабатын болса, егер де өз кәсібіңді бастайтын қабілеттерің болса, егер де жетістікке жетуге 110%-ға берілетін болсаң, егер де күніне 15-16 сағат жұмыс жасауға дайын болсаң, баста. Өмір бойы түсінгенім, ол қанша ақша табатынның маңызды емес. Маңыздысы, тапқан ақшаның қаншасы сенде қалады. Ақша саған жұмыс жасау керек. Егер де сенде бірнеше миллион доллар ақша болса, өмір сүру деңгейін көтеріледі. Мұнымен тек өтірікші адам ғана келіспейді. Маған жұмыс жасаудың керегі жоқ. Бірақ мен күнде жұмыс жасаймын. Тіпті демалыс күндерде де. Бірнеше жыл бойы демалыс алып көрмегенмін. Сен ұйықтап жатқанда да саған ақша табатын бизнес көзін тап. Әрине, қара термен табыс тапқан жақсы. Бірақ сен ұйықтауға жатқанда сол сәтте саған ақша келіп жатқанын сезіну, бұл ерекше сезім. Үлкен кісілер жастарға ақшаларын құртпауға кеңес береді. Бұл қате кеңес. Тиын сақтап қалғанша сол ақшаны біліміңе жұмса. Мен кездейсоқтыққа сенбеймін. Бұл өмірде жетістікке жету үшін табандылық таныту керек. Маған қаражат жетпеген кезде, мен жұмысқа тұруға емес, бірінші ақылға салып шешуге тырысатынмын. Ерекше идея осы әлемдегі ең қымбат тауар. Менің бизнестегі жетістіктерім, менің перспективтік мақсаттарыма көңіл бөлгеніме тікелей байланысты. Ұсақ проблемаларға өз назарыңды құрта берме. Басқа компаниялардың не істеп жатқанын бақылап отыру керек. Өз өміріңде қамалып қалмай, көз қарасыңды кеңейт. Алайда, басқа компаниялардың істегенін қайталау үшін емес, өз компанияңа жаңа дем беру үшін бақылап отыру керек. Бұрын компанияның 30% қаражатын жұмыс істеу сапасын көтеруге жұмсап, қалған 70% сол істеген жұмыстарды жариялауға жұмсалатын. Бірақ қазіргі уақытта бұрынғы жұмыстарды бақылай отырып, бағаны көтеру керектігіне көзіміз жететін. Бірақ біз бағаны көтермедік. Себебі, бағаны төмен ұстап отыру арқылы, уақыт өте тұтынушының сеніміне кіру арқылы біз үзіліссіз ақша айналымына ие боламыз.